Баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін осындай өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын муравейниктің рецептімен бөлісемін. Бізге қажетті заттар: жұмыртқа, қопсытқыш, ас содасы және тұз, қаймақ, қант, сары май және ұн. Алдымен ұнға қант, қопсытқыш, ас содасы, тұзды салып араластырамыз. Сары майды қатты күйінде салып, қолымызбен үгітеміз. Май міндетті түрде қатты болу керек. Нәтижесінде осындай болып шығады. Енді осыған жұмыртқа мен қаймақты қосып, қамырымызды илейміз. Мінекей қамырымыз осындай болып шығады. Енді осыны 4 бөлікке бөліп, қатқанға дейін тоңазытқышқа 1-2 сағатқа салып қоямыз. Қамырымыз қатқаннан кейін үкіштің ірі көзінен осылай өткізіп аламыз. Алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 9-10 минуттай пісіріп аламыз. Пеш міндетті түрде алдын ала қыздырылу қажет. Піскен кезде осылай ортасы ақшылдау, шеттері қызарып піседі. Енді барлығын ыдысымызға салып, қолымыздың көмегімен үгітіп аламыз. Енді ыдысқа сгущенка, варенка және сары майды салып, баяу отта ерітіп аламыз. Қайнап кетпеуі қажет, жай ерісе болды. Енді осы ерітілген қоспамызды үстінен құйып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін барлығын жалпақ тарелкаға салып, торт қып жасасақ та болады, немесе осындай шағын ыдысқа салып, формаға келтіріп алсақ та болады. Осылайша барлығын дізіп шығамыз. Және үстінен шоколад ағызсақ болады. Мен бұл жерде ақ шоколадты ерітіп алдым. Енді үстінен осылай ағызып шығамын. Әркім өз қалауынша мак сепсе де болады, шоколадтың қара түрін ағызса да болады. Дайын болған муравейнигімізді біраз уақытқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп қойуды ұмытпаңыз. Және келесі жаңа рецепттерді көру үшін қоңырау белгісін басып, все дегенді таңдап қойыңыз.